667 есебіміз санның бөлігін табыңыздар дейді. Санның бөлігін табу үшін сол санды бөлігіне көбейтеміз. Сонда біріншісі 15-тің 5-тен 3 бөлігін табу үшін көбейттік. Қысқартамыз, 5 санны 3 болады, 3-ті 3-ке көбейтетін болсақ 9-ға тең. Яғни 15-тің 5-тен 3 бөлігі 9-ға тең екен. Келесі екінші есебін шығарайық. 20-ның 5-тен 4 бөлігін табу керекпіз. Қысқартамыз, 5 санның өзіне 4 болады, 4-ті 4-ке көбейтетін болсақ 16-ға тең болады екен. Сонда 20-ның 5-тен 4 бөлігі 16-ға тең екен. Келесі үшіншісі 48-дің 6-тан 5 бөлігін табайық. 6 санына қысқартатын болсақ 8-ге тең болады. 8-ді 5-ке көбейтетін болсақ 40-қа тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 60-тың 4-тен 1 бөлігін табамыз. Қысқартайық. 15-ке тең болады екен. 15-ті 1-ге көбейтсек 15-тің өзіне тең екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 45-тің 9-дан 4 бөлігін табайық. Қысқартамыз, 9 санның өзіне 5 болады. 5-ті 4-ке көбейтетін болсақ 20-ға тең болады екен. Келесі 6-шы есебін шығарайық. 70-тің 4-тен 3 бөлігін табамыз. 7-тен 3 бөлігі екен. 7 санның өзіне қысқартатын болсақ 10 болады. 10-ды 3-ке өтсек 30-ға тең болады екен. Келесі 7-шісі 30-дың 5-тен 3 бөлігі. Қысқартамыз, 5 санның өзіне 6 болады. 6-ны 3-ке көбейтетін болсақ 18-ге тең болады екен. Келесі 8-ші есебіміз 120-ның 10-нан 3 бөлігі. 10 санның өзіне қысқартайық, 12-ге тең болады. 12-ні 3-ке көбейтетін болсақ 36-ға тең болады екен. Келесі 9-шысын шығарайық. 150-дің 3-тен 2 бөлігін табыңыз дейді. 3 санына қысқартсақ 50 болады. 50-ді 2-ке көбейтетін болсақ 100-ге тең болады екен. Келесі 668 есептің біріншісін шығарайық. Бөлігі бойынша санды табыңыз дейді. Сонда қандай да бір санның 4-тен 1 бөлігі 80-ге тең екен. Оны білу үшін 80-ді бөлеміз 4-тен 1-ге тең. 80 көбейтілген 1-ді бөлшектің бөліміне шығарамыз, 4-ті алымына шығарамыз. 80-ді 4-ке көбейтетін болсақ 320-ға тең болады. Сонда 320 санның 4-тен 1 бөлігі 80-ге тең екен. Келесі екінші есеп шығарайық. 10-ға тең деді. Яғни 10-ды бөлеміз 10-нан 1-ге тең. Сонда 10 көбейтілген 10 бөлшектің бөлімінде 1 болады. Сонда 100 болады екен. Сонда 100 санның 10-нан 1-і 10-ға тең болады. Келесі үшіншісі қандай да бір санның 2-ден 1-і 30-ға тең. Сонда 30-ды бөлеміз 2-ден 1-ге тең. 30 2 алымына шығады, 1 бөліміне түседі, сонда 60-ға тең болады. 60 санның 2-ден 1 бөлігі 30-ға тең екен. Келесі 4-шісін шығарайық. 20-ның қандай да бір санның 5-тен 1 бөлігі 20-ға тең. Сонда 20-ны бөлеміз 5-тен 1-ге тең. 20 5 алымына шығады, 1 бөліміне шығады. Сонда 20-ны 5-ге көбейтетін болсақ 100-ге тең болады екен. Келесі 5-шісі 60-ты бөлеміз 4-тен 3-ге тең. 60 3 болады, 4 алымына шығады, тең. Қысқартайық 3 санына, сонда 20 болады. 20-ны 4-ке көбейтетін болсақ 80-ге тең болады. Келесі 6-шысын шығарайық. 90-ды бөлеміз 5-тен 3-ге тең. 90 бөлшектің бөліміне 3 түседі, 5 алымына шығады, тең.
қысқартамыз. 30 болады. 30-ды 5-ке көбейтетін болсақ, 150-ге тең болады екен. Келесі 10-ды бөлеміз 3-тен 2-ге тең. 10 3 алдына шығады да 2 бөлінеді тең. Қысқартайық. 5 болады. 5-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 10 5-ке тең болады екен. Келесі 8-шісін шығарайық. 50-ді бөлеміз 6-тан 5-ке тең. 50 көбейтілген бөлшектің бөліміне 5 түседі, алдына 6 шығады. Қысқартайық. 10 болады. 10-ды 6-ға көбейтетін болсақ, 60-ға тең болады екен. Келесі 9-шысы. 30-ды бөлеміз 7-тен 3-ке тең. 30 көбейтілген 7 алдына шығады, 3 бөліне түседі. Қысқартайық. 10 болады. 10-ды 7-ге көбейтсек, 70-ге тең болады екен. Келесі 669 есебіміз шамалардың бөлігін табыңыздар дейді. Бірінші 8 метрдің 4-тен 3-ін. Санның бөлігін табу үшін көбейтеміз. 8-ді көбейтеміз 4-тен 3-ке. Сонда қысқартайық. 4 санына 2 болады. 2-ні 3-ке көбейтетін болсақ 6. Сонда 6 метрге тең болады екен. Келесі екіншісі 12 дециметрдің 8-ден 5-ін табыңыз дейді. Яғни 12-ні көбейтеміз 8-ден 5-ке тең. Қысқартайық. 4 санына қысқартамын. 3 болады, 2 болады. Көбейтетін болсақ 15, 15-ті 2-ке бөлейік, сонда 7,2-ден 1-ге тең болады. Бұл бізде дециметр. Келесі үшіншісі. Бұл бізде 2. Келесі үшіншісі 10 тоннаның 5-тен 2-сін табыңыз дейді. Сонда 10-ды көбейтеміз 5-тен 2-ке. Қысқартамыз. 5 санның өзіне 2 болады. 2-ні 2-ке өтсек 4 тонна болады екен. Келесі төртіншісі 5 килограмның 10-нан 3-і. Сонда көбейтеміз 10-нан 3-ке тең. Қысқартақ. 5 санның өзіне 3 бөлінген 2. Бұл бізде 1,5 деп жазсақ та болады. Ол килограмм. Килограмм. Келесі 5-шісі 8 сағаттың 6-тан 5-і. 6-тан 5-і. Қысқартамыз. 2 санына 3 болады, 4 болады. Көбейтсек 20 бөлінген 3. 20 санның 3-інде 3 6 рет бар. 3 2 қалдыға. Бұл бізде сағат. Келесі 6-шысы 20 минуттың 4-тен 3-і. Қысқартайық. 5 болады, көбейтсек 15 минутқа тең болады екен. Келесі 670 есебіміз 75 метр матаның 5-тен 2-сінен баларға көйлек тігілді. Баларға көйлек неше метр матадан тігілді? 75 метрдің 5-тен 2 бөлігін табу керекпіз. Бөлігін табу үшін көбейтеміз. Сонда біріншісі 75-ті көбейтеміз 5-тен 2-ге тең. Қысқартайық. 5 санына 15 болады. 15-ті 2-ге көбейтетін болсақ 30 болады. Сонда 30 метр матадан баларға киім тігілген екен. Келесі екіншісінде адам массасының 20-дан 13-і су. Массасы 75 килограмм адам денесінде қанша су бар дейді. Сонда 75-ті көбейтеміз 20-дан 13-ке тең. Қысқартайық. 5 санына қысқартайық. 4 болады. 5-ке қысқартатын болсақ 15 болады. 15-ті 13-ке көбейтетін болсақ 195 бөлшектің бөлімінде 4-ке тең болады. 195 санның ішінде 4 48 рет бар. Бөлшектің бөлімінде 4, қалдығы 3-ке тең. Оны 10-дық бөлшекке айналдыратын болсақ 48,75 килограмм болады екен.
Келесі, үшінші есепте сыныпта 30 оқушы оқиды. Оның 5-тен 3-і қыздар. Сыныпта неше қыз бар? Үшіншісі 30-дың 5-тен 3 бөлігін табу керекпіз. Сонда 5-ке қысқартатын болсақ 6 болады, 6-ны 3-ке көбейтетін болсақ 18 болады. Сонда 18 қыз бар екен. Келесі 671-ші есебіміз тиын шамамен 6 жыл тіршілік етеді. Бұл қоянның тіршілік етуге тиісті жасының 5-тен 3-не тең. Қоян неше жыл тіршілік етеді дейді. Қоянның 5-тен 3-і тиынның тіршілік ететін жылына сәйкес екен. Сонда қоянның тіршілік ету жылын білу үшін біз 6-ны бөлеміз 5-тен 3-ке. Тең, сонда 6 көбейтілген 5-ті алдына шығарамыз да 3-ті бөлме түсіреміз. Қысқарады 2 болады, сонда 10 жыл, қоянның өмір сүру жылы 10 жыл екен. Келесі, екіншісі, қант қызылшасының 20-дан 3 бөлігі қантқа айналады. 12 тонна қант алу үшін неше тонна қант қызылшасы керек дейді. Ол үшін 12-ні бөлеміз 20-дан 3-ке. Сонда тең 12 3-ті бөлшектің бөліміне түсіреміз де 20-ны алдына шығарамыз. Қысқартамыз 3 санына 4 болады, көбейтетін болсақ 80-ге тең болады екен. Сонда 80 тонна қант қызылшасы керек екен. Келесі, үшіншісі, жердің бірінші жасанды серігінің жерден ең алыс қашықтығы 5-тен 2-сі 380 километрге тең. Оның жерден алыс қашықтығы неше километр дейді. Сонда 380-ді бөлеміз 5-тен 2-ке. Сонда 380 бөлшектің бөлме 2-ні түсіреміз, 5-ті алдына шығарамыз. Қысқартайық. Так, 190 болады. 190-ды 5-ке көбейтетін болсақ 950-ге тең болады екен.